невропаттарың бар, остеопаттарың бар, қай-қайсың болсын келіңіз, Қазақстан ертең дәл осыған келеміз біздер дейді. Остеопаттарға мен сіздердің беттеріңізге айтамын, сіздер тек медицинаны жамылып жүрген бақсыларсыңдар ғой, конкретно. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз өте маңызды подкастымызды бастағалы жатырмыз. Жаңадан YouTube арнамызды аштық. Халық пен дәрігердің арасында жүрген мәселелерді қозғап, осы жерде дәрігерге сұрақ қойып, дәрігерлердің ойын тыңдап, сіздерге ақпарат жеткізгіміз келеді. Бізге қазір подкастта дәрігер, анестезиолог, реаниматолог, реабилитолог Райбек Талғатұлы. Қош келдіңіз. Рахмет көп. Мен өзім таныстырып кетейін бірінші. Біз кімбіз дейтін сұрағын бірінші өшіп тұрады ғой. Мен 13 жыл, 14 жылға кетті, 13 жыл тәжірибем бар. Жоғары санатты анестезиолог-реаниматолог. Атырау қалалық перзентханасының реанимация бөлімінің меңгерушісін. Көп жылдан бері осы саладамын. Қалай келдім медицинаның фанатымын десе де болады. Кішкентайымнан дәрігер болғым келген адаммын. Одан кейін бар оқу бітіргеннен кейін бар түсе алмадым, бір жыл медколледжде оқыдым. Одан кейін енді Алматы қаласына медакадемияға түстік. Баяқта оқыдық. Медакадемия бірінші курста общежитиеге барып Русланды кездестірдік. Содан бері Аллаға шүкір біргеміз. Көп жерде көбіне ойымызда бір жерден шығады. Дұрыс. Жалпы екеуміз енді бірінші курстан бастап бірге келе жатырмық. Міне уже 2006-да түстік қой бірінші курсқа да. 2006-да түстік. 2006-та міне почти 20 жыл болды уже. 20 жыл. Алхамдулилlah, осы уақытқа дейін бірге көбіне ойымызда бір жерден шығады. Бір-бірімізді тез түсінуге тырысамыз. Кішкентай мәселелер болсын, алдыға бізден қойған мақсаттарымыз болсын, бәрі бірдей. Оның ішінде қазір біз жеке клиникамызды ашып бастап жатырмыз. Кішкентай кабинеттен бастадық. Кішкене кабинеттен бастап шамалы үлкейіп жатырмыз. Алдағы уақытта үлкен пландарымыз бар. Соның бірі мынау подкаст болды негізінде. 2 айдан бері ойымызға келді. Не түсіреміз деп, яғни уақытты созып алып жүрік. Бүгінгі міне сәті түсті. Бұл подкастта біз не қозғағымыз келеді? Бұл подкастта біздер дәрігер мен халықтың арасындағы мәселені қозғағымыз келеді. Мен мына Атырауға келгеніме 6 ай, 7 ай уақыт болды. Көбіне атыраулықтар дәрігерлерге сенбейді екен да. Несі жергілікті дәрігерлерге да. Оның бір енді мәселелер бар шығар, алдағы уақытта қозғай жатырмыз. Жалпы сенім мәселесіне келетін болсақ, қазір халық пен дәрігердің арасында сенім жоғалып кетті. Оған көптеген себептер бар да. Сол бір себептер туралы, дәрігерлер мен халықтың арасындағы мәселе туралы кішкене айтып кетсең, көбіне халық жаңағы ойлайды, дәрігерлер пара сұрайды, ақша сұрайды, ақша үшін жұмыс жасайды деп ойлайды. Сол туралы кішкене бір мағлұмат айтып кетсең жақсы болар еді. Енді бұл мәселе өзекті ғой негізінде, қатты өзекті себебі дәрігер мен халықтың екеуінің ортасы көп факторлерге байланысты алшақтайды екеуі. Соның ішіндегілер енді сенімсіздік, ақшаға жұмыс жасайды, немесе бір өсек аяңға көбірек жақын сөздер ғой. Олар осындай деген сияқты. Енді жұмыс жасағаннан кейін семьяңда сұрау керексің ғой, қалай болғанда да сен зарплатаға жұмыс жасайсың деген сияқты. Ақша алу, ақша алмау жөнінде бұл үлкен бір тақырып қой. Оны үлкен бір өзі отырып соған бір арнап, бір отырыс арнап соған отырып әңгіме айтуымыз керек. Бірақ мен білетін Атырау қаласының көпшілік дәрігерлері енді өзім ретінде бүйтіп қорғайын деп жатқан жоқпын. Бірақ мен білетін Атыраудың көпшілік дәрігерлері олар ақша үшін емес, кәдімгідей өзінің өмірінің жартысын осыған арнап жүрген дәрігерлер, өмірінің жартысын. Олар суткілеп кетеді жұмысқа. Олар айдың кей кезде 10 күндей де болады. И то тек қана ұйықтауға келеді көпшілігі. Одан басқа, тіпті кейбір отделение заведующийлер бар.
14-7 телефонда бұлардың былай қарасаң личный өмірі жоқ негізі көпшілігінің. Оны халық көп біле бермейді, халық көп біле бермейді, оны сезіне де бермейді, оны сыртқа енді дәрігерлер көрсете бермейді көп нәрселерді, көп өзінде болатын проблемаларды. Одан кейін енді ақша алу мәселесіне, ақша алады, алмайды дейтін мәселеге келген кезде енді мен burada ешкімді қолынан ұстаған жоқпын деген сияқты. Қолынан ұсталған адамдар енді өздері айтатын шығар, ол былай деген сияқты. Бірақ енді біздің елдегі медицина алатын болсақ, соның мынау именно батыс өңір, Қазақстан батыс өңірі. Бұл жерде, бұл өңірде көбіне көп ақша алмайды. Біз білеміз, одан басқа айта кету керек нәрсе, Қазақстан бүкіл әлем бойынша медицинасы енді тегінге жақын, өте арзан мемлекеттердің қатарында. Батыс мемлекеттеріне, Америкаға баратын болсаң, тіпті шүгірдің өзі кейде олардың страховкалары покрывать етпейді, сондықтан өздері қалталарынан төлейді, кәдімгі аналардың ақшаларын көрсең енді шошисың. Сондықтан в целом былай Қазақстанның медицинасы енді арзан деп айтуға болады. Даже оған ақша төлегендігінің өзінде де. Рахмет. Енді оған да менде өзім жеке бір ойым бар, қосып кететін. Ақша алу мәселесінде. Енді бізде негізі медицина ол тегін ғой негізінде. Оны халық бір жағынан жаман да үйрететін сияқты бар ондай. Негізі тегін емделіп болады, қаншама порталдар бар да, одан тіркелу, халық көбіне сабыр сақтағысы келмейді, күткісі келмейді. Енді алдағы уақытта қозғаймыз бұл мәселелерді. Халық жалпы өздерін емдеп, өзімен өзі емдеп айналысып ұзақ жүріп қалады да, уже біздің қазақтарда тем более кәдімгі ауруын асқындырып сөйтіп келіп тұрады. Соның ішінде тағы да бір мәселе, дәрігерге келген уақытта артық анализдер көп жібереді деп айтып жатады да халық көбіне. Ол мәселеде не айтасың? Мынау не мәселесі ғой, көп келеді бізге осы сұрақтар. Бір анализ жібереді, одан кейін барып қорытындысы келгеннен кейін барып екінші анализге жібереді, одан кейін барып ол келгенше бізге де сондай сұрақтар келеді ғой, біз ол анализдердің қорытындысы дайын болғанша жазып кетеміз дейді. Енді келсем, анализдер бар, көп анализдер, бірақ дәрігер мамандығы, в целом былай әңгіме ету керек, дәрігер мамандығы өзі оңай жұмыс емес. Өзі бұрынғыдай бір бақсылық емес, мысалы, ұшықтап емдеп жүретін. Дәрігер мамандығы үлкен көп салалардың қосындысымен шығатын мамандық. Бұның ішінде химия да бар, биология да бар, физика да бар. Сондықтан осылай болғаннан кейін біз кейде бір пациентті қараған кезде тек қана қарау арқылы толық диагноз қоя алмаймыз. Диагноздар адам организмі болғаннан кейін, адам әртүрлі болғаннан кейін бір ауруға ұқсай береді. Кей кезде сол ауруларды біздер мысалы айтайық, бір диагноз қою үшін бірнеше диагноздардың арасында дифференцировать етеміз, яғни айырамыз олардың араларын. Осы жерде кейде бір анализ аласың, осы диагноз емес пе екен деп. Сосын барып ол болмай шыққан кезде оны сыртып қоясың, келесі диагноздар бар, осылардың барлығын айырып шығу үшін кейде анализдер көп керек болып қалуы мүмкін. Сондықтан кей кезде анализдер көп болады. Кей кезде бұрыннан келе жатқан классика бойынша, кейбір диагноздар классика бойынша жүреді. Сондықтан оларда тіпті кейде анализ, минимальный анализ, общий анализ кровімен де анықтауға болады. Енді заман өте келе біз білеміз, тем более ковидтен кейін біз көп нәрсеге үйрендік. Көп аурулар атипичный жүреді. Бұрынғыдай классический жүрмейді, классический вариантта. Сондықтан кей кезде анализдер көп керек болады. Ол енді егер ол оправданный болса, егер ол шынымен ақтап алатындай болатын болса, бұған мен қарсы емеспін. Қазіргі уақытта енді сол медицинаның да қымбат болуы, мына частный клиникаларға барғандағы мысалы байқап жатырмын, мысалы қабылдаудың өзіне көп ақша сұрап тұр деп кейбір нелерде комментарийлерде оқып қалдым, дәрігерлердің несінше. Жалпы қазіргі жағдай медицинаның қымбаттылығы мен оның сапасының бір-біріне сәйкес келе ме сапасы? Медицинаның қымбаттылығы мен сапасы екеуі сәйкес па? Түсінікті сұрақ. Мынау
олардың қойған бағасы мен олардың беретін услугасы екеуі сәйкес пе Иә, услугасы бар, ана анализдері қымбат, мысалға көбіне қарайсың, халықтың қалтасы көтермеуі мүмкін ше. Сол мәселелерде енді барлық анализді өтуге қазір көп халықтың мысалы қалтасы көтермеуі мүмкін ше. Сол мәселеде айтып отқан жалпы медицинаның сапасы мен қызметтің, мына көрсетіліп жатқан қызметтің екеуі сәйкес па, сәйкес емес па, сол туралы енді бұл нәрсе субъективно есептелетін нәрсе ғой. Бұл нәрсені біз объективно еш уақытта есептей алмаймыз. Неліктен? Себебі бізге келетініміз енді өзімізде ақыл қабылдап бастап жатырмыз ғой. Бізге келетін пациенттердің де өзіміз көреміз ғой. Кейбіреулер ой бұл былай екен, ой бұл былай екен деп айтып кетеді. Кейде дейтін тіпті қарапайым бір-екі массажбен физиотерапиядан кейін жақсы болып кеттім мен деп алғысынып кетеді айтқандар бар. Біздің қойып жүрген мысалы біздің қойып жүрген прайсымыз бүкіл қала бойынша ең арзан келісеміз басқа прайстармен есептеген кезде тіпті азғантай ақша шығады. Осы нәрселерді есептей келе қарай келе біз мына нәрсе айтамыз ол оценка субъективна. Әрбір адам өзінше бағалайды. Не үшін олай? Біреуге жағуы мүмкін, біреуге ол жақпауы мүмкін. Біреу оны тіпті өзі емделіп кеткен күннің өзінде де ой жоқ, оларда айдақия шетсу жоқ екен деп айтып кетуі мүмкін. Бұндай мәселелер де болады енді. Ол услуга болғаннан кейін, ол платный услуга болғаннан кейін ол нәрсе болады ондай нәрсе. Ал енді в целом былай общий келетін болсақ, платный медицина мен олардың услугасының, олардың қызметінің екеуінің бағасымен сәйкес келуіне келетін болсақ, көп жағдайда мен айтатын атырау бойынша. Иә, баға олардың беріп жатқан услугасымен даже бағасы төмендеу деп айтады. Неге олай деп айтамын? Сіз простой косметологтарға барып көріңіз. 2 ай, 3 ай оқып алған, курс оқып алған, өздері тіпті медициналық хабар жоқтардың услугаларына барып көріңіз. Олар сізге бір жылға кәдімгідей абонемент шығарып береді, 3 миллионға дейін. Істейтін нәрселері мен айтсам бар ғой, ана крем жағады, мына крем жағады мысалы дейтін. Біз білеміз или плазма салып береді. Соны бір жылға шығарады да, соны 3 миллион береді. Ондай баға бар ма бізде? Медицинада бар ма? Сіз қазір біреуге айтып көрдіңіз, денсаулығыңа осындай деп айтатын болса. Бар ма ондай баға жоқ? Келесі сұрақ, қазіргі уақытта халықтың дәрігерлерге сенбеуінің себебінен деп те айтуға болады, немесе өзінің надандықтарынан да деп те айтуға болады, өзін емдеу, сол туралы айтып кетсек. Яғни көбіне халық қазір ChatGPT, интернетке жазып жібереді, қандай дәрі ішу керек, не істеу керек, не қылу керек деп өздерінше ем тағайындап, өздеріне ем қабылдап жатады. Және сондай жағдай бір асқынған күйде сіздерге кездесті ма өмірлерінде? Енді ол өте жиі кездеседі ондай жағдай. Енді өзі заман дамыған сайын, заман дамығанның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Біз оны білеміз. Жақсы жағы ол енді цифровизация дейтін нәрсе, цифрланудың дамуы бізге көптеген есіктерді ашады, көптеген информацияларға есіктер ашады, және дұрыс информацияларға қарай есіктер ашады. Бірақ осының ішінде кейбір нәрселерге, кейбір кездерде деп айтайыншы, дұрыс түсінбеу дейтін нәрселер болуы мүмкін. Кейбір информациялар дұрыс болуы мүмкін, бірақ оны түсіну, қабылдау дейтін нәрсе дұрыс емес болуы мүмкін, түсінік дұрыс емес болуы мүмкін. Егер де сіз мысалы бір адам медицинадан хабар жоқ болатын болса, оған қанша жерден қарапайым тілмен айтып келген күннің өзінде де біз күнделікті жұмысымызда да көреміз ғой кейде. Бір адамдарға айтамыз, түсіндіреміз, осылай істеу керек деп. Олардың істеп жатқанынан көреміз да, олардың дұрыс емес істеп жатқанын. Дұрыс бұлшықеттерді пайдаланбай жатқанын көреміз. Дәл осы сияқты ғой, кейбір информациялар дұрыс келген күннің өзінде де оларды түсіну басқаша болады. Түсіну дұрыс емес болады. Осының әсерінен дұрыс емес итог шығарады, дұрыс емес емделеді, кейін бізге келіп түседі, немесе аурудың себебінен демейді, салдарларын емдеп келеді. Температура деген сияқты, насморк деген сияқты, осылардың барлығын емдеп келеді де, ақыр соңында үлкен асқынуларға келіп соғады. Енді ондай жағдайлар көп болады, көп кездеседі бізде өмірімізде, именно медицина бізде, реанимацияда көп кездеседі.
болды бір науқас болды бізде примерно бір 10 күндей температура жетіп жүрген температурасын парацетамолмен басады, НПОСтермен басады, қабынуға қарсы дәрілермен. Сөйтіп температура түседі, нормально өмір сүріп жүреді, суын ішеді, шайын ішеді, кейін қайтадан температура көтеріледі, сөйтіп кәдімгідей 10 күнге дейін сөйтіп жүрген ғой. Сөйтіп жүргенде бізге келген кезде мынау оң жақ өкпесінің, сол жақ өкпесінің тек қана жоғарғы бөлігі демалып тұрған болды да, қалған жерлердің барлығы үлкен тотальный пневмония кәдімгі. Ондай пневмония мен өмірімде көрген жоқпын, вообще көрген жоқпын. 14 жылға кетіп бара жатырмыз ғой біздер. ковидтің кезінде көрдік, одан кейін ол ковидтің алдында болды. Ковидтің кезінде тотальный пневмониялар көп кездесті, бірақ дәл сондай кездескен жоқ. Дәл сол кісіні. Ол кісіні кейін бір ай бойына емдедік реанимацияда. Бір ай бойына емдедік. Енді қиын болды, жағдай қиын болды. Бір 10-15 күнге дейін жағдай критический болды. Тіпті остановкаға дейін барды. Жүрек тоқтап қалды, оны забать етіп алып, қырғын ресурс кетті. Оны енді адамның өзінің күшін, өзінің миымен жұмыс жасайтын, дәрігерлердің миымен жұмыс жасайтын, одан қала берді мейірбикелердің қолының күшін, санитаркелердің күшін есептемегенде, дәрі-дәрмекпен санаған кезде қырғын ресурс кетіп қалды. Просто енді былай қарасаң надандық қой, надандықтың әсерінен осындай. Кейін емделіп, барлығын бір айдың ішінде емделіп шықты. Реанимациядан кейін отделение кетті. Кейін жақсы деп естідім мен ол жігітті. Жақсы жігіт, бізден 2 жас өтеді, примерно жасы. Бірақ енді қатты здоровый болған жігіт бір айдың ішінде енді құр сүлдері қалды ғой. Соның ішіне енді өзін емдеуге тағы да бір мәселелерді қосып кетуге болады. Мысалы қазіргі уақытта дәрігерлердің мына біздің подкастта түсіруіміздің бір себебі халыққа дұрыс мағлұмат жеткізуді. Яғни қазір дәрігерлердің шыны керек көбісінің уақыты жоқ шын. Дежурстводан дежурствоға алып жатады. Мысалы өзіңде де білесің де, через день сутка жұмыс жасайсың, суткадан шығасың, тағы 8 сағат жұмыс жасайсың. Сонда примерно 24-32 сағат жұмыс жасайсың. Үйге барып тек ұйықтауға, шай ішіп, тамақ ішіп кету, жуынып шайынып алуға барасыңдар да, былай қарағанда. Жеке өмірге уақыт жоқ. Бірақ бұның қазіргі медицинаға тигізіп жатқан бір кесірі бар да. Яғни блогерлер немесе курс оқып алғандар врач болып кетті да, былай қарасаң да. Мысалы көп кездестіремін, мысалы мен өзімде де жеке өмірімде де болды. Бір күні бір жігіт маған айтады, мен медицинада жүріп былай бизнеске кетіп қалдым, не істедім. Сол кезде маған тұрып бір айтқаны, сен енді ол жігіт есе көріп отырса подкастқа ол кісіні де шақырамыз. Жалпы ол кісінің айтқан сөзі, енді қазір өзім медицинаға келдім деп ойлап жүр да, Костоправ болып кетті да. Маған айтқан сөзі әлі есімде, мен малдан медицинаға кеттім, сен медицинадан малға кетіп қалдың, мал бағып кеттің дейді да. Енді мен хозяйствоға кетіп қалған кезімде ғой. Бизнестің кезі. Сонда сол сөз қатты тиді да. Кейін ол жігітті көріп тұрам, былай енді Костоправ болып кетті да. Курс оқып алады, немесе бір массаждың түрін үйреніп алады да, адам емдеуге кірісіп кетеді. Соның бірі мынау Костоправ, остеопат өте былай енді мен ақылыма келмейтін нәрсе негізінде адамды ұрып емдеу деген ол. Былай қарасаң біздің 7 жыл оқыған медицина просто так бір 2-3 айлық курсқа или 1-2 апталық курсқа сондайға татып кетті ма деген сияқты бір ой келеді да. Подкастқа шығып, біздер Инстаграм, TikTok, тағы басқа желілерге шығуымыздың себептері осы халыққа дұрыс медицинаны жеткізгіміз келеді, түсіндіргіміз келеді. Немесе халықтың дәрігерлерге біздің медицинаға деген көзқарасын кішкене түзегіміз келеді. Сол сұрақтардың бірі, мысалы қазіргі өзін емдеуге Костоправ, остеопаттарға барудың қауіптілігін де айтып кетуге болады, дұрыс па? Онда енді өмірде кездесті ғой, мысалы бір мен жалпы бізге клиникада келгендер бар ғой. Бірнешеу келді ғой? Костоправтан келген жұмыс жасадық біздер, енді бір 5 айдай жұмыс жасадық қой біздер. 6-7 ай ғой. 5 ай, толық 5 ай жұмыс. Толық 5 ай, толық 5 ай жұмыс жасадық алдындағылар енді.
иә костоправқа барып асқынып кетті деп келгендер бар да мысалы. асқынып кетті деп келгендер өте көп болды енді. Ондайлар былай деп келтірсек болады, былай деп түсіндірсек, иә, костоправқа барғандар бізге келген кезде былай деп айтады. Бірінші сұрақтары олар ол кісілердің енді өйтіп олардың емдерінен эффект болмағандардың бірінші сұрақтары есінде шығар. Сіздер ұрып соқпайсыздар ма деп. Или сол костоправтардың көпшілігі енді сақал қоятын болғасын білмеймін, не деп айтамыз. Түсіндіремін. Содан кейін бізде міндетті түрде медициналық білім арқылы және дәлелді медицина, мынау ілгерілеген передовой медицина деп айтамыз ғой, ілгерілеген медицина арқылы, дәлелді медицина арқылы емдейміз сіздерді деп сол нәрселерді түсіндіріп айтуға тырысамыз. Енді бұл жерде ең мықты айтып кету керек нәрсе, батыс медицинасы бұл бізде дамып кеткен, кәдімгідей дамыған. Оларда әрбір протокол, оларда кәдімгідей емдеу жүйесі бұл 5 жыл сайын, 3 жыл сайын жаңарып отырады. Жаңа бір информациялар келетін болса, олардың барлығын бірнеше зерттеулер ғой, солардың барлығын басын қосады да, тіпті мынау жүрек өкпе реанимациясы мысалы. Европейский союз анестезиолог реаниматологта оларда 5 жыл сайын жаңарады, және American Heart Association, американский ассоциация сердцеда тоже 5 жыл сайын жаңарып отырады. Кәдімгідей 5 жыл сайын жаңарып. Не істейді ол 5 жылдың ішінде? Жан-жақтан келген манағы исследовательдердің барлығын басын қосады да, ортақ бір результат шығады. Бұрын бар болған кейбір әдістер қазір жоқ болады да, себебі оның дәлелділігі төмендеген болып есептеледі. Осы сияқты енді сол батыстың медицинасын алып келгіміз келді. Шынын алғанда енді, шынына келгенде негізгі мақсатымыз, мен бірінші келген екеуміз жұмыс жасап бастаған кезде де айтқаным сол ғой. Біздің бағытымыз мынау өтірік емдеушілерді жоқ қылу. Одан кейін барып солармен күресу. Одан кейін барып халыққа қолжетімді, батыстың медицинасын қолжетімді қылып алып келу дейтін нәрсе. Одан кейін манағы сөзіңе енді дәл өткенде көрсеткен ғой мен саған. Бір дәрігер неге түсіп жатыр, блогқа түсіп жатыр, кәдімгідей өз-өзін түсіртіп жатыр. Астына жазып қойғанда, біз дәрігерлер блогер болып бастады. Неліктен? Себебі блогерлер дәрігер болып бастады дейді қазір. Шынымен солай. Енді кімнің блогында шынымен подписчигі көп, солар дейтін қазір кім болам десе сол болып отқан заман ғой. Заманның бір жаман жері деп айтсақ келе ме екен? Негізі кемшілігі дегенде қазіргі уақытта мынау гаджеттарға байланысты ғой енді. Шыны керек, дәрігерлердің гаджет ұстап өзін видеоға түсіру ол бір үлкен уақыт алатын нәрсе, шыны керек. Қазір мен үйренудің өзі қиын, соны айтшы. Сөйлеудің өзі, анау видеоға түсудің өзі негізі бір үлкен бір еңбекті қажет ететін нәрсе. Біздерге де дәл солай мына жерге шығып сөйлеу, өзіңді көрсету деген нәрсе өте қиын жағдайға түсті бізге де. Қанша уақыт жұмыс істедік онымен де, да. Сондықтан да қазір дәрігерлердің каждайы түсе бермейді видеоға. Тем более, ал адамдардың бәрі гаджетте отырды. Ал кейбір адамдар, мысалы жаңағы костоправтар, остеопаттар, тағы жаңағы шарлатандар, олар өздерін терять нечего, да? Оларға жоғалтатын еш нәрсе жоқ. Алады да, жаңағы курс өтіп алады да, видеоға түсіп үйреніп алады да, ақша тауып жатыр да. Енді солармен күресудің біз енді бір жолы всегда айтылатын нәрсе. Ақиқат келген кезде ол жалған нәрсе жойылады да всегда. Ақиқат келеді, жалған нәрсе жойылады. Дәл солай. Медицина ол деген нәрсе, ол дәлелді нәрсе, адам организм ол. Бекерден бекер ол 7 жыл, 10 жыл оқылмайды ол. Просто қандай диагноз болсын, бәрін ұрып емдеу мүмкін емес жағдайда. Сол үшін де, если бізбен подкастқа келіп, өздеріңді дәлелдеп осы жерде сөйлей алатын болсаңдар, шақырамыз. Всегда есік ашық. Бізде есік ашық, тек мына нәрсені ескеру керек. Сіздің сөзіңізге дәлел болу керек. Сіздің сөзіңізге кәдімгідей бір дәлел болу керек. Менде үйтіп кетті ғой, менде бүйтіп кетті ғой, анау жақсы болып кетті ғой дейтін нәрселер қабылданбайды. 100% қабылданбайды. Не үшін? Адам организмі ол сондай үлкен бір жүйе ішінде. Көптеген жүйелердің қосындысы. Сондықтан бұл үлкен жүйеде тек қана дәлелді нәрсе дейтін нәрсе қабылданады. Сондықтан келіңдер, проблем емес. Костоправтарың бар, остеопаттарың бар, қай-қайсың болсын келіңіз. Бізге тек дәлелдеріңізбен келіңіз өзіңіздің. Біз сіздің дәлелдеріңізді қараймыз. Біз өзіміздің дәлелдерімізбен келеміз. Пожалуйста. Подкастқа келуге болады. Сөйлесейік. Кәдімгідей беседа жасайық.
мүмкін сіз бірдеңе түсінесіз, мүмкін біз сізден бірдеңе түсінеміз, бірақ біздің бірдеңе түсініп қалуымыз екіталай. Біз сіздер туралы көп нәрсені зерттедік. Енді сіздердің мана костоправтарға байланысты айтып кететін нәрсе, олар мидың функциясын, мидың ауырсынуды қабылдау функциясын просто сіздер алдап жүрсіздер. Мида бір уақытта екі ауырсынуды бірдей қабылдамайды. Айтайық, сіздің оң аяғыңыз ауырды және сол аяғыңыз ауырды. Ми қай аяқ қаттырақ ауырды, соны көбірек көреді. Гипоталамус. Гипоталамус жауап береді осыған. Осыны аяқты ауырып тұрған болса, осыны қатты ауырсыну болатын болса, оны мида таниды да, сосын барып осы жер қатты ауырып тұр деп көреді. Одан кейін барып сіз наоборот сол аяғын ұрдыңыз, қаттырақ ұрдыңыз, мына аяқта мида мына нәрсе сигнал келеді, мына аяқ қаттырақ ауырып жатыр, ана болды, оны ұмыта тұр деп. Сондай сигнал келеді. Ауырсыну танитын тек қана ми. Ткань танымайды ауырсынуды. Ол тек сигнал береді миға қарай. Содан кейін барып сіз мына аяқта ауырсыну ұмытасыз да, мынау енді ұрған жер тезірек жазылады ғой. Бұрыннан ескіден тұрған, себебі басқаша болған, грыжа болған мысалы. Больді сіз онымен емдей алмайсыз. Сіз тек больді ұмытып тұрасыз, болды. Бұл жерде енді ең басты мәселе осы нәрсе. Енді остеопаттарға қатысты, ол остеопаттарға мен сіздердің беттеріңізге айтамын, сіздер тек медицинаны жамылып жүрген бақсыларсыңдар ғой. Конкретно. Сіздер медицинаны жамылып жүрген бақсыларсыңдар. Басқа ештеңе емес. Жалпы подкастқа келем десеңдер, есік ашық отырып сөйлесуге болады. Келесі сұрақ, осындай бір себептермен дәрігерге кеш келіп жатады халық. Мысалы, бір уақыттар болды, мына видеодан да көрдік қой, осы бір жігіт, осы танымал жігіт, енді бәріміз танимыз оны. Мына неге барып ұрғызып жатыр да остеопатқа. Сүйегін сындырып жіберген ғой до того, да? Ненің иықтың дейтін вращательный манжетадағы связкалардың біреуін разрыв жасаған. Ол жалпы омыртқадағы сүйектер кейбір кезде ударды көтере алмауы мүмкін, сынып кетуі мүмкін, да? Оның жалпы сондай уақытта дәрігерге кеш келуінің адам организміне, денсаулығына ауыр тиетін жағдай болуы мүмкін, да? Мысалы, асқынып кетуі мүмкін, немесе кеш барып жаңағыдай уже медицина көмек бере алмай қалуы мүмкін, да? Сондықтан да бізге жалпы дәрігерге кеш барудың қаупі бар бұл жерде. Дәрігерге кеш барудың қаупі бұл жерде мынау ғой, либо өткізіп аласың сен, немесе үстіне басқа нәрсе қосып аласың. Тот же грыжа мысалы. Сіздің омыртқаңыз былай деп айтады. Сіздің омыртқаңыз орнынан тайып кеткен дейді да. Енді ол оны біріншіден қайдан білді оның тайып кеткенін? Бірінші сұрақ. Рентген үлкен бір анау омыртқа дейтін, омыртқаның тек қана көлденең өсінділердің өзі арқадан санаған кезде в среднем 7-8 сантиметр қашықтықта жатады. Сен оны қолмен ұстап анықтай алмайсың сен оны. Ешкім анықтай алмайды оны. Қанша бұлшық жатыр ол жерде. Қаншама енді қазір семіз ғой көпшілігі дейтін, білеміз ба? Толық семіз деп айтпай ақ қойшы. Майы бар оның дейтін ол жерде. Осы нәрселерден анықтай алмайтын нәрсені олар қолмен бет ұстайды да, ой, сенің омыртқаң тайып кеткен екен, ұра тұрады. Кейін сөйтіп ұрып тайдырып жүріп жатқандар бар. Біз МРТ-да көреміз, спондилодез дейтін. Құрттай орнынан кәдімгідей қозғалған. Не істедің деп сұраған кезде остеопаттарға құрғыздық, соққыздық. Сосын тағы да бір не бар, аяқтарын қарап бүйтіп. Атлас. Ол енді ол совсем енді. Ол андай вопиющий жағдай ғой. Ондай нәрсені дейтін, қолын бет созып тұрады да, мына қолына қысқа екен, тартады, жұмыштайды да, дүздетіп қояды да, болды. Burada енді дейтін. Жалпы халыққа сол үшін біз не ақиқатты айтуымыз керек ше? Ақиқатты жеткізуіміз керек. Аяқтан қолдан қысқа болуы мүмкін негізінде. Ол кәдімгідей анатомический өзінің өзгерістері болатын болса, ондай жағдайлар бар. Бірақ орнынан тайып кетіп сөйтіп жүр екен, орнынан бетіп кеткен екен, соның ішінде омыртқаны орнынан тайып кетті деп, остеопат, костоправтарға сендерге қатысты айтпаңдаршы олай деп. Көпше айтпаңдар, шын. Оларды орнынан тайдыру үшін қатты удар керек. Енді сіздер тайдырып жатқан болсыңдар, өтірік айтып, бірақ өзіне өзі тайып кетпейді, өзіне өзі ол тайпайды. Енді бұның бір себептерінің бірі жаңа кеш барып, асқындырып сөйтіп барады да, кейін дәрігерден көріп жатады. Сен жаңағыдай емдеген жоқсың, уақытысында қараған жоқсың, немесе тағы да тағы сылтаулар айтуы мүмкін. Бізде жалпы дәрігердің қателігі туралы тағы да айтып кететін болсақ, дәрігерлердің қателіктері болуы мүмкін жағдай бар да. Егер дәрігер қателессе, халық не істеу керек, және
енді ол дәрігерлердің қателесуі ол қалыпты жағдай ғой жалпы, дұрыс па? Оны дәрігерлер қателігін қалай дұрыстау керек? Біздің жағдайда Европамен басқа жақпен салыстырғандағы біздің жағдайларды түсіндіріп айтып кетсең жақсы болар еді. Иә, дәрігер қателігі дейтін нәрсе енді бұл өте актуальды тема, иә? Өте актуальды тема. Бұл жерде мына нәрсені еске алуымыз керек, дәрігер де адам. Дәрігер де адам. Енді бірінші нәрсе ескеретін, дәрігерлерге түсетін үлкен нагрузка. Бұл психоэмоционалды нагрузка. Туысқандармен сен бір науқас келген кезде сен оның 10 туысқанымен сөйлесесің. 10 туысқанымен сөйлесіп жатқан кезде біреу басқаша түсінеді, біреу басқаша түсінеді. Саған кейін главврач звондайды, аналарға сен мынандай деп айтқансың. Жоқ, мен ондай деп айтқан жоқ, қайтадан шақырып, қайтадан сөйледі. Бұл енді нагрузка кәдімгідей. Одан бөлек сен ол кісінің өміріне уайымдайсың кәдімгідей. Себебі адам организмі әртүрлі. Бір адамды бір диагнозбен былай емдейтін болсақ, кейде бір адамды бір диагнозбен басқаша емдейміз біздер. Себебі адам организмі әртүрлі. Оларға әсер ететін дәрілердің дозасы да әртүрлі. Үшінші нәрсе бұл жұмыстың нагрузкасы. Манағыдай, 32-де 16 дейтін графикпен жұмыс жасап жүріп, сен қателік жасамаймын, мен вообще қателік жасамайын деп айтуың енді ол кейде мүмкін емес. Одан кейін бұл жерде енді бүкіл әлем бойынша бұны человеческий фактор деп есептейді. Кейбір мемлекеттер бар, жоқ олай деп есептемейді кейде. Дәрігердің өзінің қателігі деп есептемейді кейбір жерлер. Олар айтады кәдімгідей, жоқ, бұл басқаша деп айтады да, оған келеміз қазір. Енді мен негізгі қателесуі мүмкін жағдайларды айттым. Иә, дәрігерлер адам, олар да қателесуі мүмкін. Бірақ мына нәрсені ескеру керек. Дәрігерлер ешкімнің өміріне, мынаның өмірін бірмен қиып жіберейінші, немесе мынау бір инвалид болсыншы деп қателеспейді. Бірінші нәрсе. Дәрігерлерде олардың тәжірибесі төмен болуы мүмкін. Екінші нәрсе. Кейінгі уақытта қазір біз байқап келе жатырмыз, мүмкін ол кейін өзгеретін шығар. Мынау сол гаджеттардың дамуы, цифризацияның дамуымен біздер көп ойлану дейтін нәрсені қойдық. Қатты көп ойлана алмаймыз, қатты көп жас дәрігерлердің қатты көп клинический мышлениелерінің төмен екенін байқаймыз. Одан кейін жақсы дәрігерлердің өздері жалақының төмен болуымен, манағы нагрузканың жоғары болуымен басқа жақтарға кетіп жатыр. Жалақысы жоғары жақтарға кетіп жатыр. Мысалы дейтін ондай мысалдар өте көп қой. Ондай мысалдар өте көп. Уақытқа кетіп қалған қаншама. Мысалы мен үміт күткен бір жас дәрігер бар. Келді, 4-5 ай жұмыс жасады, уақытқа кетіп қалды. Мен кәдімгідей үміт күттім ол жігіттен. Шын андай оның ойлауы басқаша болды. Ойлау өрісі басқаша. Басқа, мысалы біз 20-30 болып бітірген болсақ, оның ойлауы соның арасынан кәдімгідей озат шығып тұрды кәдімгідей. Ондай дәрігерлер болды. Қолының икемділігі де басқашалау мысалы. Бұл нәрсе де бар, бұл да бір фактор. Одан кейін мынау батыспен салыстырсақ, бүкіл әлемде адам барлығы қателесу жөнінде бірдей. Бүкіл әлем бойынша. Ол Еуропада да, ол дамыған мемлекеттерде, ол Америкада да. Бірақ ол жақта оған қандай көзқараспен қарайды. Біздің жақта оны бұл қателік, врачебная ошибка деп қарайтын болса, ол жақта СНГ-де бізде, ТМД елдерінде, ол жақта олай деп қарамайды. Америкада олар бұл системаның қателігі деп есептейді. Неліктен? Себебі дәрігер бұның барлығын өзінің бүкіл нәрсесін іске асырды, бүкіл бар ойын қосты, миын қосты, емдеді, бірақ результат ондай болған жоқ. Бір жерден бір қате кетті. Бұлар ол кезде Америка протоколды, графикті бүкілін қарайды. Протокол, график, одан кейін барып келіп қабылдау мен оны емдеу уақытындағы енді әртүрлі нәрселер бар ғой. Оларда Америкада бір қызық жері, бұларда сценариймен барлығын отработать етеді. Тот же, мысалы, сердечно-сүйегіш реанимация, олар кәдімгі сценариймен отработать етеді. Сол муляждарда сценариймен ол былай болды, минуттарына дейін, секундтарына дейін есептеп, оны жазып, кәдімгідей оны күн сайын кино сияқты ойнайды. Осы нәрселер ойнап келген кезде олар түсінеді да, кейбір нәрселерде қате бар. Өзі солай ғой, мысалы. Біз қағазда тұрған мәселе бір бөлек, қағазда тұрған протокол бір бөлек, оны адамға жасаған кезде оның результаты бір бөлек болады. Сондықтан оларда Америкада осылай деп айтады. Олар айтады, бұл дәрігердің қателігі емес.
бұл системаның қателігі дейді да. Дәрігер емес қателескен, система. Яғни бұл жерде дәрігердің қателігін мемлекет өзі мойнына алатын болып тұр ғой да. Енді Америкада дәрігердің қателігін мемлекет мойнына алмайды. Бұл жерде юристтер көп жұмыс жасайды. Мемлекет мойнына алатын бір мемлекет бар. Дәрігердің қателігін мемлекет мойнына алатын әлем бойынша бір мемлекет бар. Ол Жаңа Зеландия. Ол жақта 1999 жылы осындай бір реформа жасайды. Олар айтады, дәрігер қателессе де біз оған ешқандай расследование жасамаймыз, ешқандай оны айыптамаймыз, қара жақпаймыз, сертификатынан да айырмаймыз. Ол дальше жұмыс жасай береді. Ал пациентке кеткен, мысалы ущерб бар ғой, денсаулығына кеткен бір ақау бар ғой, оны үкімет өз компенсация ретінде төлейді. 99 жыл осындай реформа қабылдайды. И не өзгерді? 2-3 жылдың өзінде көптеген информациялар шығып бастады. Олар өздерінің системаларында қандай қателіктер бар екенін көріп бастады. Оған дейін неге шыққан жоқ? Оған дейін адамда, дәрігерлерде адам ғой, адамда өз-өзін қорғау дейтін инстинкт бар. Сол үшін ол нәрселер болмас үшін кейбір информациялар бұрмаланады, кейбір информациялар жасырын қалады. И осыдан ол не? Ол қазір мына адамға қателік жасап бір нәрсе білдіріп қойды, бірақ ол өз-өзін ақтады, бірақ ол бұл дәл осы протоколмен жұмыс жасаған келесі дәрігер басқа да ауруды дәл солай не істеу мүмкін ғой, денсаулығына ақау келтіру мүмкін ғой. Сондықтан осы нәрседен көптеген пайда алды Жаңа Зеландия. Әлі осы жүйемен жұмыс жасап келеді олар. Оларда дәрігер қателескен күннің өзінде дәрігерде қате жоқ деп айтады. Өздерінен іздейді. Даже исследование жасамайды, расследование жасамайды, ешқандай расследование жасамайды. Оның артына түспейді, қара жақпайды. Себебі дәрігер ол адам, ол қылмыскер емес. Олардың ойынша. Олар кәдімгідей негізгі қызметін өзінің ауруды құтқару дейтін қызметін атқару үшін жұмыс жасады. Осы нәрсе бар еді. Бізге келсе екен дейтін үміт қой енді осы нәрселер. Мен де сол бір мемлекетте естігем жалпы. Егер дәрігер сөйтіп бір қателік істесе, жазаламайды, оның қателігімен юристтің, больницаның юристі, заңгер жұмыс жасайды. Екінші рет қателессе, уже барады да ол кісіні оқуға немесе жаңағы біліктілігін арттыруға жібереді. Англияда да. Англияда. Бұл енді көбіне Европа мемлекеттерге тән. Батыс мемлекеттерінде ғой, енді олардың өзінде қазір, оларда жалақы, дәрігерлерде мана айтады ғой, дәрігерлер жалақы кәдімгідей мемлекет қызметкерлерінен жоғары кейбір. Соның өзінде олар ол жақта дәрігерлер жұмыстан кетіп жатыр. Тапшылық бар дәрігерлерге. Бүкіл Европа бойынша. Германиясы бар, Англиясы бар, басқасы бар. Бүкіл Европа бойынша. Қазақстан ертең дәл осыған келеміз біздер дейді. Дәл осылай жүре беретін болсақ, дәл осыған келеміз. Немесе біліктілігі төмен мамандармен жұмыс жасап жүре береміз. Рахмет. Енді бүгінгі подкастымызда бірталай сұрақ қойылды. Уақыттың енді тығыздығына байланысты біз аяқтауға тырысамыз. Бүгін бірақ айтып кететін жайттар бар. Біз алдағы уақытта апта сайын немесе 2 аптада бір рет подкаст түсіріп YouTube-ға салып отырамыз. Тіркеліңіздер, жазылыңыздар, яғни қолдап отырыңыздар да бізді. Яғни бүгін көп мәселе қозғалды, адам халықтың көкейінде жүрген. Бірақ ең басты бір түсінетін нәрсеміз, дәрігер мен халық ол бір-бірін әрқашанда түсіну керек. Онсыз болмайды, потому что дәрігер де ол халықтың арасындағы адам. Оның да жеке өмірі бар. Бір-біріне жау емес деген сияқты. Иә, онда өмірі бар, жеке өмірі. Ол дәрігерлікті таңдаудың өзі бір үлкен батырлық. Мен өзім бала кезімізде көп ауырдық та, сонымен бала кезімнен арманым болды мен дәрігер болу деген. Әлі күнге дейін сол арманның жетегінде жүрге. Енді қазір міне өзіміздің жеке клиникамызды ашқымыз келіп, үлкейгіміз келіп, дамығымыз келіп, халыққа жақсы жағынан қызмет еткіміз келіп бастап жатырмыз. Дұрыс медицинаны әкелгіміз келеді, сіздерге жақсы, дұрыс, пайдалы емді жүргізгіміз келеді. Сіздердің тек қолдау күтеміз. Алдағы уақытта біздердің подкаст жалғасып отырады. Сұрақтарыңыз болса, қойып қолдап отырыңыздар. Комментарийге жазып, лайк басып, таратып деген сияқты. Келесі осы нәрсе маңызды ғой негізінде сол. Келесі дәрігер бізде невролог болады. Енді оны біз енді бірінші рет подкаст түсіріп жатырмыз, бүйтіп жаңағыдай видеоға түсіп,
бір білікті маман емеспіз, жаңағы журналистика факультетін бітірген жоқпыз, сөйлеуімізде кішкене қателік болуы мүмкін. Сондықтан да екеуміз дальше жүргіземіз өйстіп. Иә, екеуміз жүргіземіз. Ары қарай Иә. дәрігерлерді, мынау мамандарды, акушер гинекологтар болуы мүмкін, көп сұрақтар бар олар жөнінде. Травматологтар болуы мүмкін, реабилитациямен қатты байланысты. Басқа мысалы хирургтар болуы мүмкін. Осы мамандарды көбірек өзімізге шақырып, көптеген көкейде жүрген сұрақтарды, біздің өзіміздің көкейімізде жүрген сұрақтарды қойғымыз келеді. Тіпті халықтан емес, біз айттық қой, дәрігерде халықтан шыққан адамдар деп. Сондықтан бізбен бірге болыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.